Сәлем достар, әлемде керемет жерлер өте көп. Шөлді дала, керемет әдемі таулар, өзендер, аралдар және тағы басқалары. Алайда, адам өміріне қауіпті жерлерде жоқ емес. Бүгінгі видеода адам өмірі үшін қауіпті болған топ 7 жерді көрсететін боламын. Ал сіз видео басталмастан бұрын арнаға жазылып қоңырау жүктемешесін басып қойыңыз. Ендеше бастаймыз. Эрта Алия жанартауы Афар аумағында орналасқан жер бетіндегі ең құбылмалы жер. Мұнда жер үнемі қозғалыста тұрады. Аяқ астында жатқан топырақтан бір сәтте ізім-ғайым жоғалып кетуі ықтимал. Оған екі жанартау көлі себеп. Лава деңгейі бірде көтеріліп, бірде төмен түсіп тұрғандықтан мұнда тұрақсыздық орын алады. Эритрея, Данакель шөлі. Данакель шөлінде әр қадам сайын атқылаған жанартаулар бар. Мұнда термометр 50 градусқа дейін көтеріліп, жер қойнауынан улы гейзерлер бөлінеді. Қанша қауіпті болғанымен, бұл жерге саяхатшылардың қызығушылығы зор. Алайда, мұнда тәжірибелі жолсеріксіз баруға тыйым салынады. ақш Вашингтон тауы. Вашингтон тауының шыңында жер бетіндегі ең күшті жел соғып тұрады. Желдің жылдамдығы 327 км/сағат. Сонымен қоса температура -40 градусты көрсетіп, үнемі қар жауып тұрады. Таудың биіктігі 1917 метрді құрайды. Оның шыңына шыққан адам Эверест тауына шыққандай күш жұмсайды. Боливия, Мадити ұлттық бағы. Сырттан қарағанда көркем туындыларға ұқсағанымен, мұндағы өсімдік жәндік атаулының барлығы қышыма ауруын туғызады. Тіпті кішкентай құрттардың өзде үлкен жарақат туғызуы әбден мүмкін. Ресей, Камчатка, өлім мекені. Ресейдегі өлім мекені атақты гейзер мекенінің жанында орналасқан. Бұл жердің ауа құрамында улы газдар кездесетіндіктен ешқандай өсімдік жануарлары мекен ете алмайды. Тіпті адамның өзі мұнда өзін нашар сезініп, басы айналып, ыстығы көтеріледі. Бразилия, Кеймада-Гранде, жыландар аралы. Бразилиядағы жыландар аралы жер бетіндегі ең қауіпті мекен деп танылған. Мұнда әлемдегі ең ұлы ботропс жыландары мекендейді. Аралдың әрбір шаршы метрінде 5 жыланнан кездеседі. Баяғыда мұнда қызмет көрсеткен адамдар тіршілік еткен. Алайда олардың барлығын жыландар шағып өлтірген. Содан бері қызмет көрсету автоматты түрге ауыстырылған. Ал Бразилия билігі туристердің мұндай келуіне тыйым салған. Атолл Бикини, Маршалл аралдары. Бикини ақш ядролық атом сынағын жүргізбей тұрып, демалуға қолайлы жер болған. Сынақтан кейін арал қалпына келмеді. Бұл аумақта радиацияның аномалды жоғарғы деңгейі анықталған. Мұнда ұзақ жүруге болмайды. Өйткені адам радиация салдарынан онкологиялық ауруға ұшырауы әбден мүмкін. Танзания, Натрон көлі. Бұл Танзаниядағы Натрон көлінің көрінісі. Көлдің тұздылығының деңгейі жоғарғы болғаны соншалық, көлдің суы тиген тіршілік иесі өліп кетеді. Сондықтан мұнда суға түсуге тыйым салынған. Тіпті иесінің өзі мұрын жарып жіберетіндіктен көл жанында ұзақ жүруге болмайды. Индонезия, Синабун жанартауы. Синабун жанартауының атқылауынан жақын маңдағы ауылдар мен қала тұрғындары зардап шегеді. 2010, 2013, 2015 жылдары лава апатты жағдайда атқылаған. Соңғы рет 2016 жылдың
ақпанында жанартау 2,5 мың метр биіктікке газ, лава мен күлін шашыратқан. Содан бері жанартаудың өзі де бүліне бастады. Достар, осымен видео соңына жетті. Видео ұнаған болса, арнаға жазылып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздермен бірге болған BN KZ арнасы.